Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасында ресми сапармен жүр. Қытай сапарында екі ел арасындағы визасыз режимді қосқанда келесідей 23 құжатқа қол қойылды. Бірінші, екі ел басшыларының бірлескен мәлімдемесі. Екінші, Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту жөніндегі меморандум. Үшінші, үкіметаралық техникалық экономикалық ынтымақтастық туралы меморандум. Төртінші, екі елдің үкімет арасындағы индустрияландыру және инвестициялық ынтымақтастық жоспары. Бесінші, екі елдің арасындағы визалық талаптарды өзара босату туралы келісім. Алтыншы, халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісім. Жетінші, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі мен Қытай Халық Республикасының бас кеден басқармасы арасындағы күнбағыс, мақсары, соя және зығыр тұқымының сортын экспорттауға қойылатын санитариялық және фитосанитариялық талаптар жөніндегі хаттама. Сегізінші, экспортталатын бұршақ пен жасымық партияларына қойылатын инспекциялық және карантиндік талаптар жөніндегі хаттама. Тоғызыншы, Қазақстаннан Қытайға өтетін су өнімдерін экспорттау жөніндегі хаттама. Оныншы, Қазақстан мен Қытай арасындағы үшінші трансшекаралық теміржолды бірлесіп іске асыруды алдын ала қарау туралы өзара түсіністік туралы меморандум. 11-ші, екі ел арасында мәдени орталықтар құру жөніндегі ниеті туралы меморандум. 12-ші, Қазақ пен Қытай арасындағы сауда-экономикалық зерттеулер саласындағы өзара түсіністік туралы меморандум. 13-ші, Қазақстан стандарттау және метрология институты мен Қытай Халық Республикасының стандарттау басқармасы арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум. 14-ші, Шығыс Қазақстанда Лу-Бан шеберханасын құру туралы келісім. 15, Шымкент қаласы мен Сиан қаласы арасында бауырластық байланыстар орнату туралы келісім. 16-шы, Солтүстік Қазақстан облысы мен Шэньси провинциясы арасында бауырластық қатынастар орнату туралы келісім. 17-ші, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанынан Сиан солтүстік батыс политехникалық университеті филиалын ашу туралы келісім. 18-ші, мемлекетаралық энергетика саласындағы ынтымақтастықты құру туралы меморандум. 19-ші, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мен Қытай ұлттық мұнай-газ корпорациясы арасындағы Қазақ-Қытай стратегиялық энергетикалық ынтымақтастығын кеңейту туралы негіздемелік келісім. 20-ші, Қазақстан Республикасы техникалық реттеу және метрология комитеті мен Қытайдың стандарттау басқармасы арасындағы меморандум. 21-ші, Хабар агенттігі мен Қытай медиа корпорациясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум. 22-ші, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Қытай мұнай университеті арасындағы ынтымақтастық орнату туралы келісім. 23-ші, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті мен Қытай солтүстік батыс ауыл және орман шаруашылықтары университеті арасындағы ынтымақтастық туралы келісім.